Бүгінгі тақырып географиялық деректер базасын қалыптастыруда ақпараттық коммуникациялық технологиялардың рөлі. Енді мынау картографияның жаңа кезеңіне тоқталмас бұрын 20 ғасырға дейін картографиялық зерттеулер қалай болды, соған тоқталайық. Яғни 20 ғасырға дейін қағаз карталар және қолмен сызу дәуірі болған. Географиялық кеңістікті статикалық бейнелеу ғана жүзеге асырылған. Ал енді 20 ғасырдың аяғында геоақпараттық картографиялау саласының қалыптасуы жүріп, жаңа технологиялар негізіндегі кешенді картография дамып жатыр. Оның басты белгілері не? Автоматтандырудың ең жоғары сатысы. Екінші, мәліметтердің сандық базалық негізін жинақталуы. Үшінші, яғни жоғары сапалы бағдарламалар мен компьютерлардың негізінде картографиялық бейнелер жасау мүмкіндігінің пайда болуы. Енді осы гаждың құрамдас бөліктерінің архитектурасына тоқталатын болсақ, ол бірінші енгізу жүйесі, одан кейін графикалық мәліметтер базасы мен тақырыптық мәліметтер базасы, одан кейін визуализация жүйесі, одан кейін басқару және өңдеу жүйесі және шығару жүйесі. Міне осындай құрамдас бөліктерден тұрады екен гаж, есте сақтаймыз. Енді гаж деректер базасы екіге бөлінеді: графикалық база және тақырыптық база деп. Графикалық базаның негізгі қызметі картаның географиялық негізін қалыптастыру. Оның құрамына әртүрлі электронды карталар, фотосуреттер, диаграммалар жатады. Нәтижесінде компьютерлік үлгілер мен анимациялық кескіндерге негіз болады. Ал тақырыптық базаның негізгі қызметі нысандардың сипаттамалық және статистикалық мәліметтерін сақтау. Оның құрамына карта бетіне тікелей түсірілмейтін мәтіндік мәліметтер, кестелер, анықтамалық материалдар кіреді екен. Енді қазіргі заманғы картографиялық туындыларға тоқталатын болсақ, яғни қазіргі заманғы графикалық туындыларға олар электрондық карталар жатады, 3 өлшемді 3D үлгілер, одан кейін анимациялық кескіндер және әртүрлі карталар, оның ішінде анаморфоз карталарға тоқталамыз. Енді осылардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталып көрейік. Электронды карталар. Электронды карталар, мысалы, сіз көріп тұрсыз, мысал ретінде Қазақстанның электронды картасы берілген. Гаж технологиясы базасында жасалатын ірі масштабты туындылар бұл электронды карталар. Бұл карталар кез келген масштабта жоғары дәлдікті сақтайды. Олардың түрлері жалпы географиялық карта болуы мүмкін, тақырыптық карта болуы мүмкін, арнаулы карта болуы мүмкін. Осылардың барлығының электронды нұсқасы бар. Енді 3 өлшемді компьютерлік үлгілер, мысалы, мынау суретте көріп тұрғандарыңыздай тау жүйесінің 3D үлгісі берілген. Яғни табиғаттағы құбылыстар мен жүйелердің абстрактілі үлгісін шынайы пішінде кеңістікте көрсету мүмкіндігі бар. Нысанның биіктігін, бедерін және көлемін нақты бағалайды. Компьютерлік бағдарламалар көмегімен шынайы проекция құруға болады екен осылай. Ал анимациялық кескіндер, яғни қимыл қозғалыс көмегімен табиғаттағы түрлі құбылыстарды бір үлгі деңгейінде бейнелейтін заманауи туындылар. Олардың картографиядағы рөліне тоқталатын болсақ, статикалық картаны динамикалық процеске айналдырып, құбылыстың дамуын уақыт желісінде көрсетеді. Қолдану аясы, мысалға, бұлттардың жылжуын көрсету үшін, мұхит ағыстарының бағытын көрсету үшін, толқынның қозғалысын көрсету үшін қолдануға болады екен. Енді карта анаморфоз деген картаға тоқталайық. Картаның ерекше формасы. Бұл географиялық бейнелерді дәстүрлі картадан айырмашылықпен жасайтын әдіс. Карта масштабы кеңістікті емес, құбылысты сипаттайтын өлшемге тәуелді. Мысалға, елдердің алып жатқан аумағы берілген статистикалық көрсеткіш, яғни халық саны, экономика, мәдениет, медицина мөлшеріне пропорционалды түрде өзгереді. Бұл сандық деректерді визуалды түрде лезде қабылдауға мүмкіндік береді. Мысалы, мынау бірінші тұрған, бірінші карта, бұл жаңағы ненің дүние жүзіндегі орман алқабының қысқару картасы. Және осы картадан көріп отқанымыздай, оңтүстік Американың мемлекеттері ормандары өте көп мемлекеттерге жататын бірден көруге болады.
Ал Евразия, Европа, Евразияңыз қараңыз, өте кішкентай болып берілген. Яғни бұл жердегі орманның қаншалықты кішірейіп кеткенін байқауға болады. Иә? Ал оңтүстік Америка бұл картада көріп отырсыз, өте үлкен аумақты алып отыр. Яғни орманы ең көп елдерге мына оңтүстік Америка елдері жатады. Болмаса, мынау екінші аноморфоз карта, бұнда жаңағы не берілген, кітап шығару көрсеткіші. Кітап шығару көрсеткіші бойынша, мысалға, Европада Ұлыбритания мен Германия лидер екен. Иә? Территориясын қараңыз. Шын мәнінде олардың территориясы бұндай емес қой. Бұдан әлдеқайда кіші. Бірақ кітап шығару бойынша бұлар Европада жалпы басымдыққа ие екен. Сол сияқты Қытай мен Жапонияда Азияның басқа елдерінен әлдеқайда кітап шығару жағынан басым болып тұр. Солтүстік Америкада бұл ақш, ал қалған мемлекеттерде кітап шығару ісі әлдеқайда нашар екенін көруге болады. Яғни аноморфоз карта дегеніміз міне осындай карталар. Яғни олар дәстүрлі картадағы объектілерді емес, белгілі бір құбылысты сипаттайтын өлшемге тәуелді екен. Бұл әртүрлі құбылыс болуы мүмкін. Мысалы, жаңағы орманның қысқаруы немесе кітап шығару, кітап баспасының қаншалықты қазір өзгеріп жатқандығын көруге болады. Жалпы қазіргі таңда 900-ден астам аноморфоз карталар бар екен осындай. Бұл көбіне Шеффилд және Мичиган ақштағы университеттерде ғалымдар жасаған карталар екен көбіне. Аноморфоз картасында елдердің алып жатқан аумағы мен халық санының экономиканың немесе медицинаның мөлшеріне пропорционалды өзгереді. Бұл географиялық емес, ақпараттық шындық. Және де аноморфоз карталарда әр аймақтың өзінің түсі бар, түс кодтары бар. Мысалы, Қытай үшін ол ашық жасыл түс, Үндістан үшін ол қызыл сары, Жапония үшін қою күлгін, ақш үшін ол қою көк, Европа үшін, шығыс Европа үшін көк түстер, батыс Европа үшін күлгін түс, Ресей үшін солғын жасыл, ал Африка үшін қою сары түстен қою қызыл және қоңырға дейін өзгереді екен. Енді заманауи географияның өзегі гаж, яғни геоақпараттық жүйелер арнайы картографиялық мәселелерді шешуге бағытталған. Ол қандай мәселелер? Ақпаратты жүйелі талдау, яғни геоақпараттық деректер базасын қалыптастыру, оны нысандарға бағыттау, яғни ақпаратты жекелеген географиялық нысандарға дәл бағыттау, және географиялық нысандарды сапалық және сандық көрсеткіштер бойынша айқындау. Жалпы картография, бүгінгі таңдағы картографияны көптеген техникалық ғылым салаларынсыз дамыту мүмкін емес. Яғни қазіргі картография осы аталған ғылыми салалардың 9-сында дамып келе жатыр. Ол қандай салалар? Ол электроника, прибор жасау, лазерлі техника, химиялық технология, техникалық дизайн, полиграфия, ақпараттық коммуникациялық технологиялар, автоматика секілді ғылым салаларымен тоғысып жатыр. Енді виртуалды картография және анимацияға келетін болсақ, бұл әуе ғарыш фотосуреттерді заманауи құрылғылар арқылы жедел картографиялау және қимыл қозғалыс анимациясын жасауға болады екен. Осы технологиялар арқылы жер шары табиғатының тылсым құпияларын түсіндіретін виртуалды карталар, яғни жұлдызды әлем картасы, магниттік ауытқулар жасалады. Ғылым және көпшілік арасындағы байланыс осылайша күшейеді. Енді мынау жаңа қолданылатын технологияларға біз GPS жүйесін жатқызады екенбіз. GPS, яғни ғаламдық позициялау жүйесі. ақш қорғаныс министрлігі тапсырысымен алғаш құрастырылған екен. Бұл навигациялық жер серіктерінің жүйесі. GPS арқылы біз кез келген объектінің қашықтығын, орнын, уақытын, жылдамдығын анықтай алады екенбіз. Барлық ауа райы жағдайында жұмыс істейді бұл GPS, және күнделікті өмірде инфрақұрылымдарды іздеп табуға мүмкіндік береді. Қазіргі таңда барлығымыздың телефонымызда тугис, осы GPS негізінде жұмыс істейтін әртүрлі бағдарламалар бар. Қазір барлық адам қолданады бұны. Одан кейін бұл GPS-тен бөлек, ақш шығарған GPS-тен бөлек ресейлік GLONASS жүйесі бар. GLONASS, есте сақтаймыз. Бұл ресейлік жүйе 1982 жылғы 12 қазанда осы GLONASS-тың ең алғашқы жер серігі жіберілген болатын космосқа. Бұл да ғаламдық позициялау және навигация үшін қажет екен. Енді үшінші маңызды технология бұл
қашықтықтан зондтау технологиясы. Яғни дистанциялық байланыс орнатады, жердің беткі және ішкі бөлігінде орналасқан нысандар туралы физикалық байланыссыз ақпарат алуға мүмкіндік береді. Одан кейін компьютерлік жүйелер мүмкіндігі жоғары мультимедиалық технологиялар арқылы ғарыш денелерінің қозғалысын тіркеуге мүмкіндік береді. Және табиғатта әлі де нақты жауап алмаған көптеген құпиялардың сырын ашуға көмектеседі екен бұл зондтау технологиясы. Енді Қазақстанның осындай жаңа технологиялық бағдарламасына тоқталатын болсақ, бұл Казсат бағдарламасы, яғни Қазақстан ғалымдары ғарыш кеңістігін игеру және қашықтықтан зондтау жұмыстарын нәтижелі жүргізу мақсатында Казсат жасанды жер серіктерін орбита кеңістігіне шығарған болатын. Міне алдарыңызда тұр Казсат. Алынған мәліметтер бұл Казсаттан түрлі бағыттағы ғылыми зерттеу орталықтарында мақсатты түрде пайдаланып келеді екен осы Казсаттың. Жалпы қазіргі жаңа технологиялар, ғарыштық картографияның ең басты мақсаты бұл тек қана зерттеу, анықтау емес, сонымен қатар болжау және қорғау. Мысалға, климаттың өзгеруін болжауға болады екен, циклондар мен ауа массаларының қозғалысын түсінуге мүмкіндік береді. Одан кейін жер қыртысына байланысты мәліметтер, яғни жердің терең қойнауларындағы түрлі қозғалыстардың туындау себептерін анықтауға мүмкіндік береді. Және апатты бақылау, яғни метеоспутниктік базасы негізінде табиғаттағы түрлі апатты құбылыстарды бақылауға алу және Қазақстан аумағындағы ауа райының өзгерісін болжам жасауға мүмкіндік береді екен.